Ауылдан бір әңгіме естіп жүрмін ғой сен. Бірақ ше, ешкім айтпайсың ба? Білен айта ештеңе айтпайсың ба? Жоқ, айтсам. Короче, біздің бәле ше, бір қыз жақсы көреді ғой. Қуаныш кім бе? Айтайын ба? Айтсам. Сен жақсы көреді, білесің ба? Ау, ол қазір барам. Давай, кеттім. Давай. Солай бөлесі күнде Сидоны маған мақтап, айта беріп, Сидоға мені ғашық қылып қойды. Содан күйеуіңіз қалай сөз салды? Ол кезде күйеуімнің отбасы барлығы Семейде саудамен айналысатын. Сол кезде Сидо жаңағы саудаға кетіп бара жатқан кезде сол бөлесі айтып, болды, Айгүл дайын болды деген кезде Сидо телефонда маған звондап, екеуміз сол кезде алғаш қыз бен жігіт болып сөйлесеміз телефонда 6 ай бойы. Сидо! Ассалаумағалейкум. Сәлем, темекі бе? Ауылдан бір әңгіме естіп жүрмін ғой сен. Братан, мен қандай әңгіме білмеймін ғой мен. Ана Айгүлмен жүріп жатыр деді ғой. Жүргенде сөйлесіп жүргеніміз бар енді телефонда. Короче, мен оны алып қашайын деп жатырмын. Менде ой бар ғой. Братан, мен қыз үшін пайт етпеймін. Кімге бұйырады, соныкі ғой. Точно ма? Смотри. Ертең ренжіп жүрме. Все. Сонда сізді алып қашпақшы болды ма? Жоға. Ол алып қашам деген кезде Сидо оны естіп алады да, сонымен үйіндегілеріне айтады, давай тез Айгүлге сырға салыңдар, саушылыққа барыңдар деп. Содан оның жеңгесі келеді, біз көшіп тұрамыз. Апай! Кел, Мадинаш. Үйдесіз ба? Иә. Қалайсыз? Қалайсыңдар? Жағдайыңыз қалай? Жақсысыз ба? Шүкір. Амансыз ба, шаршамайсыз ба? Жақсы, кел. Келдік сізге. Біздің мама жұмсаған еді мені. Сізге бір хабар айтты деп. Тыныш па? Біздің ерке баламыз қоймай жатыр. Сіздің қызыңызға ғашықпыз ғой. Соны ертең мектепті бітірсе, кетіп қалады оқуға деп, соны сырға сап қояйық деп. Сырға сап қояйық, жүре береді.